Девушка, вам помочь? Да, не помешало бы. С вами все в порядке? Да, нормально, пустяки. Да и вообще в этом не разбираюсь, я просто хотел с вами познакомиться. Кстати, Ербол зовут. Adasım eken anası Аңеге шаңда қараусыз Қалдырмаушы еді-ау баласын Жетімнің көзі жас екен Удан да дәмі аш екен Жан, Ау? осы бәрі басталды енді істеп қой деген. Екеуміз шынымен жүріп жатырмыз ба? Ұяда жан көріп тұрған жоқсың ба? Кәдімгі екеумізге ба үйленеміз ғой, иә? Иә, бәрі Кәдімгі кіші дайын, иә. Енді кәдімгідей екеуміз, сен маған тұрмысқа шығасың ба? Жаным, мынаны қарасай мен уже дайын тұрған шығармын. Бер маған, иә. Қорықтым бірақ. Сен өмір бақи кәдімгідей менімен бірге тұрасың ба? Өмір бақи екеуміз жүріп жатырмық қой точно, иә. Жан, қумашы біздің тойымыз болайын деп жатқан шығарсың. Тоқта жан, енді өмір бақи менімен өлгенше менімен бірге тұрасың ба? Құшар, үйленбеймін. Үйлену керек еді. Училась кисанюлинен. Ты что, попутал, что ли? Нет, давай по разам мы. Давай по разам. Давай что по такое, разам, девки? давай. Давай, понеслась, давай. Давай. Сейчас очки сниму только. Давай, снимай очки свои, что там? Давай. Так сейчас футболку сниму. Ну давай снимай, что ты? Подожди-ка, сейчас штаны сниму, тоже белые штаны.
Ну, снимай, давай, чё? Давай, драться, чё ты, давай. Давай. Только сейчас это... Подожди, трусы сниму. Давай, чё, давай. Я отсюда, я отсюда, я не буду. Давай, сюда иди. Жан, сен мені жақсы көресің ба? Жаным, мен сені өзімнен қатты жақсы көремін, білесің ба? Екеуміз бірге бола аламыз деп ойлайсың ба? Конечно, жаным, екеуміз үйленеміз ғой. А біз екеуміз үйленгеннен кейін мен қандай болғанымды қалайсың? Мен сенің бойында қазақ қызына тән қасиеттердің барлығы болса екен деп қалаймын. Азанмен тұрып, мамама сәлем салып, шайымыз дайындап, кіріміз жуып, үйдің бәрін жинап, мамама ұнайтындай, жалғыз мамама емес, бүкіл халыққа ұнайтындай келін болғанын қалаймын. Мені сыйлап, анамды сыйлап, бүкіл әулетімізді сыйлап, сен сондай жақсы келін боласың. Жаным, мен саған сенемін, екеуміз үйленеміз. Болмайды. Мен ондай бола алмаймын ғой. Жаным, мен ол ашын жай фантазиям ғой, жаным.